Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін қалай миллионер болмау керек екенін айтамын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қалай миллионер боламын деген тақырыптар көп кездеседі. Бүгін сіздерге қалай миллионер болмау керек екені туралы айтамын. Бұл қызық па? Бір күні ұйқыдан ояна сала миллионер болғыңыз келді. Бұл ой бұрыннан да жиі мазалайтын, бірақ дәл осы күні сәті келіп тұрғандай көрінді. Сол кезде мынандай әрекеттерге бармаңыз. Ең бірінші, жұмысты бұрынғыдан да көп істеу. Табысыңыз бұрынғыдан сәл артар, бірақ ақшадан да маңызды құндылықтарды тасада қалып қоймай ма? Ешқандай да бос уақытыңыз болмайды, оның барлығы жұмысқа жұмсайсыз. Демалыс күні ұмытып қаласыз. Отбасыңызға сізді көру, сөйлесу арман болады, ал өз түріңізді өзіңіз айнадан тек көзге өңі қашқан кепте көресіз. Үздіксіз жұмысқа жексе, жылқыда өледі. Мүмкін аздаған ақша жиналар, бірақ өмір осылай өте береді. Өз денсаулығыңыз бен отбасыңызды сақтаңыз. Әрине жұмыс істеу керек, бірақ ол отбасыңыз бен өзіңізден алдыңғы орынға шығып кетпеуі тиіс. Бір іске деген асқан құлшыныс, толған энергия ұзақ уақытқа бармайды. Интернет беттерін парақтап миллионер болудың 1001 әдісі деген жазбаларды оқу. Интернет қарым-қатынас пен ақпарат алмасуға арналған алаң. Бұл жерде бұқаралық ақпарат сөзге деген назар аударыңыз. Интернет қолданушылардың 99% дәл өзіңіз секілді қарапайым адамдар. Олардың сізге үйреткісі келіп жазған ақылын өзіңіз де білесіз. Тегін ас қақпанда болады дегенді естен шығармаңыз. Интернеттегі әртүрлі пирамидаларға кіру немесе интернет-казино ойнау. Кез келген пирамиданың түпкі мақсаты әр жаңа қатысушы есебінен баю. Егер сізге бастап қосымаға 100 теңгеге 1000 теңге берем деп миллионер болып кетуді ұсынса, сіз секілді 1000 адам 1000 теңгеден қосқанда ғана сіз миллион шығатынын естен ұстаңыз. Бұл құрыққа түссеңіз, ары қарай өзіңіз секілді 1000 ақымақты алдауға дәтіңіз жете ма? Ал құмар ойындарының жайы да түсінікті. Өмірде ең соңғы ақымақ қана адал ойын автоматын не бағдарламасын қоюы мүмкін. Кез келген алаяқтың көздегені ұтыс емес, халықты жымқырып өзі пайда табу. Ойын сайттары туралы айтудың өзі артық. Келесі айтатын ол бәс тігуді айтсақ болады. Букмекер орталықтары жұмыс істеп тұрма, демек бәс қойғандардың көпшілігі ұтылып букмекер иесін табысқа кенелтеді. Өз букмекері бар адамның босқа бәс тігу арқылы пайда табатынын бірде-бір адам жоқ шығар. Қалай болғанда да құмар ойынның аты құмар ойын. Ол адамды одан сайын құрдымға алып кетпесе, басқа пайдасы жоқ. Маңдай термен келмеген оңай ақшаның берекесі болмайды. Келесі әдіс, дүкенге жүгіріп бай әке, кедей әке, миллионер түсінде де көрмеген бір ай ішінде баю деген сияқты кітаптарды оқу. Миллионер болу үшін деген кітап авторлары сол туынды мазмұнда айтылған әдістер мен кеңестер арқылы емес, сол кітаптарды сату арқылы байыған. Мұндай кітапты оқығанда тек тез келетін миллиондар туралы тәтті қиялға батасыз. Нәтижесінен түк шықпайды. Ешқандай тәжірибесі жоғары білімсіз үйде отырып ақша табу дегендер бар. Мамандықтың түр-түрі болады. Үйде отырып ақшақсы табыс табатындар да бар. Бірақ мұндай жарнама берушілер әдетте жұмыстың өзі туралы тіс жарып ештеңе жазбайды. Бұл да кезекті өтірік. Қандай іспен айналысатынын көрсетпей жатып, қомақты жалақы ұсынатын қызметтер іздеудің қажеті жоқ. Олардың бар мақсаты адамның сеніміне кіріп, өзіне жұмыс істету. Өзіңіз секілді жақыныңызды жұмысқа тарту. Бір нәрсені бастау жалғыз өзіңізге қиын көрінуі мүмкін. Мұндай жағдайда жақын досыңыздың не туысыңыздың қолдауын қажет етіп, онымен серіктес болуды қалайсыз. Ол қазір сіздің жақын досыңыз. Егер шынында да миллионер болып кетсеңіз, ол бәсекелесіңізге, дұшпаныңызға айналып кетуі мүмкін. Жақын қарым-қатынасты бұзғыңыз келмесе, барлығын өзіңіз бастауға тура келеді. Келесі, идеяңызды біреумен бөлісу. Әлемде көп ақша өнеркәсіптік тыңшылықпен байланысты. Бәсекелестер бір-бірінің жоспарының сырын ашқысы келеді. Егер жай ғана әңгіменің арасында өзге біреуге идеяңызды айтып қойсаңыз, күндердің күнінде оны біреудің жүзеге асырғанына куә боласыз. Тағы бір әдіс, осыны видеоны көріп болғаннан кейін, осы кеңестерді тыңдамаңыз. Сәттілік. Егер осындай видеолар сізге ұнайтын болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Комментарийға өз ойыңызды жазыңыз.